Кез келген қоғамда тарих пен тағылымның алтын сандығы кітап десек қателеспейміз. Соның ішінде қазақ әдебиетінің, көркем әдебиеттің мәні бөлек, әрқашанда орны ерек. Жай ғана алып қарайтын болсақ, Мұхтар Әуезов Абай жолы шығармасында 16983 сөз қолданған. Ал Шекспир мен Байронның барлық лексионы 15000 сөз құраған екен. Армысыздар, қымбатты көрермендер, эфирде кісілік кітабы бағдарламасы. Бағдарлама барысында Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, әдебиеттанушы, үздік мұғалім Аманкүл Жанғазымен сұхбаттасатын боламыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Алғашқы сұрағымыз, сіз қызмет атқаратын Назарбаев зияткерлік мектебінде жылдың басында барлық оқушыларға оқуға 100 кітап жаңа жобасы қабылданды. Сол кітаптың аясында 100 кітаптың 60% міндетті түрде қазақ әдебиетінің көркем шығармалар болу керек. Солай ғой? Жалпы Қазақстандағы зияткерлік мектептердің барлығында жыл басында бүкіл жыл бойындағы 100% дейтін болсақ, 100 кітап жобасы бойынша оның 60% көркем шығарма оқуға, 20% ағылшын тілінде және 20% шет тілі, орыс тілінде оқытылады. Егер де қаланың әрбір мектептерінде дәл осындай жоба қабылдайтын болса, мүмкін білім бәсекесінде оза шауып, кітап оқитын жастардың қатары жыл санап арта түсер ме еді? Рас айтасыз, кітап оқу ол баланың кішкентай кезінен бастап ата-ананың оқытуынан басталады деп ойлаймын. Себебі кітап өзі рухани байлық қой. Адам жанының инженері, ақыл ойын парасатының көрінісі қой деп ойлаймын. Сондықтан да кішкентай кезінен бастап кітап оқуға әрбір ата-ана дағдыландырып отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Кітап оқу бұл адамның ақыл ойының өрісінің жетуінің бірден бір жемісі болып табылады. Елбасының мақаласы қазақ халқын ұлт ретінде жаңа деңгейге көтеріп, әлемдегі ең дамыған өркениетті елдердің қатарына жеткізетін нақты және айқын бағдарлама. Қазақстанның бүкіл халқы осы еңбекте көрсетілген міндеттерді жүзеге асыруға бір кісідей жұмылып, белсене кірісулері керек. Осы тұрғыдан келгенде, қаламгерлерді елбасы мақаласындағы бәсекелестік қабілет туралы мәселе айрықша қызықтырды. Мұны түсіну үшін елбасының мақаласына назар аударғанымыз жөн. Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдардың бәсекелестікке қабілеттілігімен айқындалады. Бәсекелестікке қабілеттілік дегеніміз ұлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы мүмкін. Елбасының осы сөзінде қазақ халқының бүгінгі ең өзекті мәселелері қамтылған. Рухани жаңғырудың өзегі де кітаптан алған біліммен сабақтас. Өзіңіз әдебиетші маман ретінде бүгінгі өскелең ұрпаққа, өзіңіздің алдыңыздан өтіп жүрген шәкірттерге қандай ерекше кітаптарды оқуға кеңес берер едіңіз? Біздің қазақтың ақын жазушылардың арасында кімнің туындысы ерекше? 100 кітап жобасы бойынша бірнеше, мысалы 60 кітаптың ішіндегі ең заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезовтің Абай жолынан басқа жетім қорғансыздың күні, Жұбан Молдағалиевтің Мен қазақпын, қазіргі әлемге әйгілі Мұхтар Шахановтың Өркениеттің дамуы, болмаса Ахмет Байтұрсыновтың, Жүсіпбек Аймауытовтың тағы көптеген ақан сер жазылған Сәкен Жүнісовтің кітаптарымен оқуға, әрине жас ерекшелігіне қарай оқуға кеңес беріп отырамын. Осы кітаптарды оқу арқылы әрбір жас жеткіншек, жасөспірімнің бойында елін, жерін тануға, еліне жеріне деген сүйіспеншілікпен қатар ділін, тілін меңгеруге үлкен үлесі болады ғой деген ойдамын. Сізге шығармалардың қай жанры жақын? Шығармалардың маған поэзия мен проза жанры жақын. Себебі осы жылдар бойғы 34 жылдық мұғалімдік тәжірибемде өмірден көрген, оқыған, түйген дүниелердің барлығын осы өлеңмен өрнектеген жөн көремін. Және проза саласында бірнеше мақалаларым, әртүрлі тағы да сол көркем дүниелерді қара сөзбен жазғанды жөн санап отырмын. Көзі ашық, өмір салты, ой өрісі заманға сай азаматтардың көбі қазақтың әйгілі жазушыларының кітаптарымен таныста болар. Дей тұрғанмен, әсіресе біздің жастар үшін қазақ әдебиетінің үлгілі туындыларын оқу шарт. Рухани бағытта жазылған асыл дүниелер өнер мен мәдениетті, тарихты тануда, адамдар жүрегін сезінуде, өмірдің сан құбылыстарын терең түсінуде,
жаңа білім деңгейіне жеткізеді. Ғаламтор кітапты алмастыра алмайды. Рухани жан азығын беретін кітап адамның айнымас досы да, сырласы да бола біледі. Әдеби шығармаларға деген қызығушылық кез келген оқырман бойында болса, оның білім көкжиегі биіктей түспек. Осы ретте жақында жаңа кітабыңыз жарық көрді. Сол туралы айтып берсеңіз, үлкен тұсаукесер рәсімін өткізуді жоспарлап жатыр екенсіз. Осы жылдар бойғы еңбегімнің нәтижесінде жылдар бойы жазылған поэзиядағы, жастық шағымыздағы, одан есею жылдарында жазылған өлеңдердің барлығын жинай келе биыл «Алтын адамдар елі» деген атпен кітабым жарық көрді. Бұл кітабым бірнеше тараулардан тұрады. Поэзия және проза, эсселер тақырыбын бергенді жөн көрдім. Бұнда бұл кітапта әртүрлі тақырыпта жазылған. Шығарманы жазудағы мақсатым әдебиетші мұғалім өзінің жылдар бойы жасаған дүниелерін сол балаларға тек қана жалаң күйде айтып қоймай, осы сабақтағы өлең талдаған кезде әртүрлі талдауларда осы кітапты пайдаланып та жүрміз. Сондай мақсатта жазылған дүние. Ақын Қайырбек Асанов сіздің кітабыңыз туралы жақсы ой пікірін қалдырды осында. Сол туралы айтып өтсеңіз. Демек, кітап әлі жарық көрмей тұрып, сіз ол кісімен ақылдасып, кітапты оқытып, біраз талқыладыңыздар ғой? Әрине, білгенім 1-9, білмегенім 99 дейді ғой қазақта. Осы кітап жазуында мен біраз ойландым. Өйткені кітап жазу оңай емес. Мен енді ақын жазушы емеспін. Сондықтан осы ақын ағамен сөйлесіп, дидарласып, кітабының алғашқы нұсқасын бергенде ол кісі маған мен үшін қуаныш, оқып өзінің пікірін білдірді. Өлеңнің жақсы жақтарын, кейбір тұстарында өзіме осы өлеңдеріңізді былай жөндесеңіз қайтеді деген нұсқауларын берді. Мен оны дұрыс қабылдадым. Сол Қайырбек ағамызға осы эфирді пайдаланып рахмет айтқым келеді. Қазіргі уақытта оқып жатқан жаңа кітабыңыз туралы айтсаңыз, қай шығарманы оқудасыз? Дәл қазіргі таңда мен бүкіл қоғам қайраткері, бүкіл Қазақстан елі, әлем жұртшылығы білетін Мұхтар Шахановтың «Өркениеттің атасы» шығармасын оқып жатырмын. Бұл шығармадан мен қазір өзіме көп дүниелер алдым. Бұрында да оқыған едім, қазір оқыған сайын қазіргі дәл осы біздің күн тәртібіндегі осы замандағы адамдардың бейнесін таныдым. Кейбір адамдар кітапты сыйлық қалғанын ұнатады, немесе сыйлық ретінде беріп жатады. Ал өзіңіз көбінесе сыйлық ретінде бересіз бе, жоқ әлде сізге кітап сыйлап жата ма? Әрине, мен сыйлауға ең сыйлықтың үлкені кітап қой деп ойлаймын, сондықтан кітап сыйлауды жөн санаймын. Үнемі жақын адамдарыма сол кітап сыйлап отырамын. Осы уақытқа дейін оқыған шығармаларыңыздың арасында сізге ерекше әсер қалдырған, өмірге деген көзқарасыңыз өзгерткен шығарма деп қай автордың туындысын айтар едіңіз? Ойланатын сұрақ екен, дегенмен Жұман Молдағалиевтің «Мен қазақпын» деген шығармасын оқу арқылы мен осы әрбір қазақтың бойында болатын жақсы қасиеттермен қатар күнделікті өмірде көріне бермейтін жаман қасиет, сол жаман қасиеттердің бойымнан арылғандығына осы кітаптан көріп отырып, өзімді тәрбиеледім ғой деп ойлаймын. Кітап оқуды әрине ең қазіргі жастардың бойында жетіспейтін қасиет, адамгершіліктің бір несі, үлкенді сыйлау, кішіге құрмет, осы жетіспей ме деп ойлаймын мен. Сондықтан кітап оқыған кезде, кітап әрине адамды ұлттық құндылықтарымызды үйретеді ғой. Соның ішінде мен әсіресе отан сүю тақырыбындағы, отанға, елге деген сүйіспеншілігін жастардың артса деген ойдамын. Демек, кітап оқитын адам ол ұлттық құндылықтарымызды сақтай отырып, тәрбие мен тәлімді қатар алып жүреді дейсіз ғой. Бүгінгі қоғамда шынымен де өзіңіз айтып өткен әрбір жастың бойынан табылатын осы қасиеттерді кітаптан оқу арқылы үйренуге, тәлім алуға болар сөзсіз. Сұхбатыңызға рахмет. Сіздің де шығармашылығыңызға табыс тілеймін. Рахмет сізге де. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына. Ал кітапхана сол алтын қазынаның қоймасы секілді. Бүгінгі қоғамда кітап жинап, өзі де сол рухани жан азығын байытуға тырысатын оқырмандар ортамызда жүр. Олар өрісі кең, өресі биік көркем әдебиетті жақсы көреді. Ендеше, ізгілік пен кісіліктің кілтін тапқыңыз келсе, кітап оқыңыз және тоқи біліңіз.